Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, құрметті тыңдарман, эфирде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Ақтөбе облысында тікұшақ апатқа ұшырады. Соның салдарынан бір адам қаза тапты, екеуі ауруханаға жеткізілді. Қорғаныс министрінің мәліметінше, бұл әуе қорғанысы күштері әскери институтының оқу-жаттығу ұшуын орындаған Ми-8 тікұшағы. Авиациялық оқиғаның алдын ала себебі техникалық ақау, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Қарулы күштердің басшылығы мен әуе қорғаныс күштерінің қолбасшылығы қаза тапқан әскери қызметкердің туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады. Оның туыстарына сондай зардап шеккендерге барлық қажетті көмек көрсетіледі делінген хабарламада. Еліміздің дәрі-дәрмектің қағазы рецептерінен бас тартпақ. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов хабарлады. Қарашаның 18-нен бастап Қазақстанда бірнеше ақпараттық жүйені интеграциялау процесі басталады. Бұл дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету процесін ашық етуге ықпал етеді. Дәрігер рецепті ЕГОВта пациенттің жеке кабинетінде әлеуметтік әмиянда көрсетіледі. Науқас жай дәріханаға барып сол дәрілерін ала алады. Біз мұны жыл соңында әлеуметтік әмиянды жасаушылармен бірлесіп аяқтаймыз деп атап өтті денсаулық сақтау вице-министрі. Көкшетау қаласының жаңа әкімі тағайындалды. Ақмола облысының әкімі ол президент әкімшілігінің келісімімен және қалалық мәслихаттың келісімімен сайланып отыр. Еңбек жолын Марат Ахметжанов 2005 жылдың қыркүйегінде денсаулық сақтау министрлігінің экономика және қаржы департаментінің жетекші маманы болып бастаған. Иран Трампқа қастандық жасауға қатысы бар деген айыптарға жауап берді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Багай бұл айыптауларды негізсіз деп атады. Айыптаулар америкалық және ирандық тараптар арасындағы қарым-қатынасты қиындату үшін Израильдің қастандығы, деді ведомство өкілі. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ Авторадионың ТКЗ ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау қалаларында -4, Қостанайда 2 градус жылы болады, Павлодар Екібастұзда -3, Түркістанда сынап бағанасы 8 градусқа дейін жоғарылайды, Шымкентте +11, Таразда 9 градус жылы, Қызылорда Атырауда +6, Ақтауда 11 градус 0-ден жоғары, Ақтөбеде -1, Оралда 2 градус жылы, Семейде -3, Өскеменде 0 градус, Қарағанды, Теміртау қалаларында 5 градус суық болады, Жезқазған, Балқашта -2, Талдықорғанда 3 градус жылы, Астанада -4, Алматыда 7 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.